ұстазы, мемлекет қайраткері, ағартушы, ақын, аудармашы, педагог, публицист, түркітанушы ғалым Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдығына орай республикалық «Бір ел, бір кітап» акциясы бойынша Ахмет Байтұрсынұлының ғылыми мұрасы, әдеби шығармалары, қанатты сөздері, қазіргі заманғы Ахмет тану ғылымы таңдалды. Еңбекші қазақ ауданы кітапханасы мәңгілік тұғырындағы тұлға атты кітап көрмесін ұйымдастырып отырмыз. Мәңгілік тұғырындағы тұлға атты кітап көрмесіне келесі материалдарды ұсынамыз: энциклопедиялар, өмірбаяндық анықтамалар, көркем әдебиет және ағартушы туралы әдебиеттер. Кітап көрмесінің мақсаты ұлы қайраткердің еңбектерін жан-жақты насихаттау мен оқырмандарды Ахмет Байтұрсынұлының әдеби мұрасымен таныстыру. Рухы қанатты сөздер. Бұл кітапқа алаш қайраткерінің отан, ел, тіл, жер, шекара, білім, патриотизм туралы айтқан қанатты сөздері. Бұл кітап көпшілік оқырмандарға арналған. Кітаптарды оқуға сіздерге ұсынамыз. Ахмет Байтұрсынұлы тіл тағылымы. Қазақ балаларының ана тілінде сауат алуына арналған алғашқы әліппелер мен қазақ тілі грамматикасын танытатын тұңғыш оқулықтарының авторы. Бұл кітапқа оқулықтар мен методикалық құралдардың, қолда бар басылымдардың текстері толық ұсынылып отыр. Сонымен бірге автордың қазақ жазу графикасы, емлесі, терминологиясы жайында жазылған мақалалары, сөйлеген сөздері мен қазақ жеріндегі оқу-ағарту мәселелеріне арналған еңбектері де енеді. Бұлардың барлығы дерлік араб жазуынан қазіргі қазақ жазуына аударылған. Әліпби кітабы. Әліпби кітабы Ахмет Байтұрсынұлының аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, ақын әрі аудармашы, ғұлама ғалым, ескі араб алфавиті негізінде ұлттық жазу жасаған реформатор Ахмет Байтұрсынұлының әліпби оқу құралының түпнұсқасы соңғы басылымның 70-ші жылында және Ахмет Байтұрсынұлының 125 жылдығына арналып шығарылған. Әліпби мұғалімдерге, тіл жазу тарихын зерттеушілерге, араб жазуына қызығатын көпшілік оқырман қауымға арналған. Ұлттың ұлы ұстазы, халқымыздың көрнекті қоғам қайраткері, ғалым, ағартушы Ахмет Байтұрсыновқа арналған. Ахмет Байтұрсынұлы маса. Бұл жинақта өлеңдер мен көсемсөздер кітабы қазақтың жерін ғана алып қоймай, ой санасында да ортарлауға арналған патшалық, озбылық пен большевиктік қызыл қырғын кезінде әдебиет пен саясат майданында қажымас қайрат пен халқына қапысыз еңбек етіп, ұлттың санасын қалыптастырған Ахмет Байтұрсынұлыдай ұлы тұлға бұрынғы соңғы тарихымызда сирек. Ұсынылып отырған кітап көрмемізде ұлы ұстаздың еңбегі ерекше. Мәңгілік тұғырындағы